Баршаңызға сәлем, қайырлы күн. Бүгін каналымда сіздермен осындай өзіміздің дәстүрлі тағамымыз бешбармақтың рецебімен бөлісетін боламын. Әр әйел адамның кухнясында өзіндік рецебі болады. Менің бүгінгі кухнямның рецебі осы видеодан қарап шығыңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бүгін біздер сиыр етінен және қазымен дайындайтын боламыз. Отымызды жағып, қайнатып пісіріп алатын боламыз. Міне 2 сағат жарымның көлемінде біздің еттеріміз пісіп шықты. Қазымызбен бірге сорпамыздан алып, сорпамызды сүзіп, оған 8 штук картопымызды салып пісіріп аламыз. Одан кейін піскен картопымызбен тұздықтарымызды дайындайтын боламыз. 1 дана биязымызды осылай видеодағыдай жіңішкелеп турап, үстіне бұрыш сеуіп, сорпа құйып, бұқтырып қоятын боламыз. Қайнатпаймыз, тек қана бұқтырамыз. Маған осылай пияздың қайнатылмаған, толықтай піспеген түрі ұнайды. Мен бешбармақтың тестісін сорпаға жасайтын боламын. Сорпамызды құйып, және кішкене тұз сеуіп, 1 жұмыртқа сала отырып, ұнымызбен бірге араластыра отырып, нанымызды илейтін боламыз. Осылай видеода көрсетілгендей етіп, көз мөлшерімен ұнымызды қоса отырып, тестімізді илеп, ие қанғанша тестімізді илейтін боламыз. Одан кейін, яғни тындыруға тестімізді пакетке салып қоя тұратын боламыз. Пока тестіміз тынығып тұрғанда еттерімізді, қазымызды осылай видеода көрсетілгендей етіп, әдемілеп турап алатын боламыз. Міне тестімізді жайып болдық. Оларды 15 минут көлемінде кесіп, және де кішкене кептіріп алатын боламыз. Дайын болған тестілерімізді осылай қайнап тұрған сорпаға пісіріп аламыз. Мінекей біздің қамырларымыз пісті. Қамырымызды енді осылай сүзгінің көмегімен сүзіп алып, сорпадан ыдысымызға түсіріп алатын боламыз. Осындай әдемі ас салатын ыдысымызға тестімізді ең алдымен осылай видеодағыдай түсіріп алып, кезек-кезегімен әдемілеп бешбармағымызды дайындауға кірісеміз. Екінші кезек етімізді сорпадан осылай сүзіп алып, әдемілеп дәл ортасына қоямыз. Одан кейінгі кезек біздің қазыларымызды да осылай шеттеріне әдемілеп қойып шығатын боламыз. Одан кейін тұздығымыздағы картоптарымызды мен осылай әдемілеп қойып шықтым, және тұздықтағы бияздарымызды ортасына сеуіп шықтым.
және картоптарымызды осы пышақтың көмегімен екіге бөліп алдым. Міне біздің бешбармағымыз дайын болды. Өте әдемі және дәмді. Жасап көріңіздер, ас болсын.